Қайырлы күн достар, мен есім Балжан. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын марковчат салаттың рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге сәбіз, қияр, капуста, пияз, чеснок, тұз, қара бұрыш және салатқа арналған приправа қажет болады. Алдымен сәбізімізді теркадан өткізіп аламын. Мінекей барлық сәбіздерімізді теркадан өткізіп алдық. Енді пиязымызды турап, қызып тұрған майымызда пияздарымыз қызарғанша қуырып аламыз. Пиязымызды алдымен майдалап турап аламыз. Пиязымызды турап болғаннан соң табамызға 3-4 қасықтай сұйық майымызды құйып, майымыз қызғаннан соң пияздарымызды салып қуырып аламыз. Барлық қажетті заттарды описанияға жазып қоямын. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Пиязымыз қызарылып қуырылам дегенге дейін қалған салмасын дайындаймыз. Мен чеснокты майдалап, кубиктап турап алдым. Енді капустаны да видеода көріп тұрғандарыңыздай турап аламыз. Капустамызды турап алғаннан соң қиярларымызды да турап аламыз. Осылай турап алғаннан соң қайтадан ортасынан бір-бір бөліп шығамыз. Мінекей барлық қажетті заттарды турап дайындап алдық. Осы уақыт аралығында біздің пияздарымыз да қызарып қуырылды. Енді сәбізіміздің үстіне дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды саламыз. Содан соң туралған чесноктарымызды да үстіне саламыз. Барлық туралған заттарды үстіне салып шығамыз. Енді қызарып қуырылған пиязымызды майымен бірге сәбізіміздің үстіне саламыз. Содан соң үстіне салатымызға арналған приправамызды салып, жақсылап қолмен немесе қасықпен араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң салатымызды 1-2 сағатқа бетін жауып қалдырамыз. Сол кезде салаттарымыз сочный болып шығады. Мен салатты 1 сағатқа қалдырдым. Дайын болған салатымызды тарелкамызға салып, дастарханға ұсынамыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ал ас болсын. Және менің каналыма тіркеліп алыңыздар.